Бәріне сәлем достар, сендерге мен Зиккеймер және бүгінгі видеода мен сіздерге телефонға арналған Майнкрафттағы ең күшті мебельге модты көрсететін боламын. Бұл модта сізге керектігінің барлығы бар. Мысалы, орындық, микрофон, стол, компьютер және бұдан да өте көп заттар. Мысалы, сіз Майнкрафтта ютубер болғыңыз келсе, осындай заттарды қойып түсіруіңізге болады. Және бұдан да көп заттар бар. Міне олар осы жерде тұрады және осы заттардың бәрі қолданылады. Көріп тұрғандарыңыздай өте көп мебель және бұның барлығы істейді. Бұл модты жазған кезде көп устройствода текстурасы істемейді. Оны қалай решать ету керектігін осы роликқа 15 лайк жиналса айтатын боламын. Қандай проблема екенін экранда көрдіңіздер. Ал енді проблемаларыңызды қоя тұрып обзорға кірісейік. Не осындай көп заттар бар. Бұл заттардың бәрін сізге көрсететін боламын. Шкаф, батут, туалет, орындық, мусор, микроволновка, печь, холодильник, телевизор, қаншама заттар бар және бұлардың бәрі ашылып, жабылып істейді. Не осындай күшті шкаф бар және бұл шкаф қана емес, бұдан да көп шкафтар бар. Бірақ оларды мен бүгінгі видеода көрсетпеймін, модты жазып өздеріңіз көрсеңіздер болады. Не печка бар, өте көп заттар бар. Кухняға арналған міне холодильник. Мысалы, холодильник ашылады. Астында открыть деген кнопка тұрады, соны бассаңыздар, сіздерде холодильник ашылатын болады. Ол жерге тамақ, нәрсе қойып қоюларыңызға болады. Және сіз барлығы істейді. Мысалы, орындыққа отыра аласыздар. Бүкілін жасай аласыздар, короче. Міне, мысалы, телевизорға сіздерге пульт керек, пульт мына жерде тұрады. Сол пультті алып, сіздер телевизорды қоса аласыздар. Ой, ұсталып қойдым, пульт аламыз. Телевизорды қосамыз, телевизордан өте көп нәрселер шығады, әртүрлі мультиктер, нелер, музыкалар шығады. Және туалет бар, туалетке отыра аласыздар. Және тағы да өте көп туалетке, кухняға, залыге арналған заттар бар. Және маған өте қатты ұнайтыны батут. Батутты далаға сіздер бассейн жаққа алып қоя аласыздар, секіре аласыздар. Және міне мынандай мусор бар. Бұл мусор ашылады. Және бұл жерге өзіңізге керек емес заттарды алып салып қоюларыңызға болады. Міне мусорда да холодильниктегі астында открыть деген кнопка шығады, соны басасыздар да ашасыздар. Сіздер үйлерінің алдына демалыс орнын жасап, бассейн жасап қоюларыңызға болады. Бұл жерде күннен қорғайтын бар, орындықтар бар, және лампа бар, диван бар, креслолар бар. Және олардың бәрі істейді, оларға отыруға болады. Қалағандарыңызды жасайсыздар, короче. Міне лампаны осылай үстіне қойып үлкейтуге болады. Бұл лампаны еще түнде жағып қойсаңыздар болады, қараңғы болған кезде. Тағы да дивандар бар. Бұл дивандарға отыруға болады. Және өте көп заттар бар. Короче, бұл заттардың бәрін айтып жеткізу мүмкін емес. Модты жазып алып өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Ал модтың скачать етудің ссылкасын мен сіздерге описанияға қоятын боламын. Өздеріңіз скачать етіп ойнаңыздар. Және де жәнегі баг туралы ұмытпаңыздар, текстураны загрузить етпейтін. Бұл видеоға 15 лайк жинасаңыздар, мен сіздерге сразу сол қалай исправить ету керектігін түсіретін боламын. Ал ендеше сіздермен болған мен Зиккеймер. Бүгінгі роликта мен сіздерге Майнкрафттағы телефонға арналған ең күшті мебельге модты көрсеткен болатынмын. Сау болыңыздар.